Адам ұғылы екі нәрсе бірлән. Бірі тән, бірі жан. Ол екеуінің орталарында болған нәрселердің қайсысы жебелей, қайсысы кәсіби, оны білмек керек. Ішсем, жесем демектің басы жебелей. Ұйықтамақ та соған ұқсайды. Аз ба көп бе білсем екен, көрсем екен деген арзу бұлардың да басы жебелей. Ақыл қылым бұлар кәсіби. Көзбенен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады. Ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды қалпменен, ұнамсызы ұнамсыз қалпменен, әрнеше көз суретіменен көңілге түседі. Ол көңілге түсіруші бағанағы 5 нәрседен өткен соң, оларды жайғастырып, көңілде суреттемек. Ол жанның жебелей қуаты дүр. Бірі ұмытпастық жақсы нәрседен көңілге жақсы әсер хасил болып, жаман нәрседен көңілге жаман әсер хасил болу секілді нәрселер. Бұл қуаттар әуелден кішкене ғана болады. Ескеріп баққан адам үлкейтіп, ұлғайтып, ол қуаттардың қуатын зорайтады. Ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсысы болса да жоғалады. Тіпті жоғалмаса да, аз-маз нәрсе болмаса, үлкен еш нәрсе жарамайтын болады. Кім-дегім сырттан естіп біліп, көріп білу секілді нәрселер көбейтіп алса, ол көп жиғаны бар адам. Сынап, орындысын, орынсызын бәрінде бағанағы жиған нәрселерінен есеп қылып, қарап табады. Бұлай етіп, бұл харекетке түсінген адамды ақылды дейміз. Құдай өз ақыл бермеген қайтейік демек. Құдай тағала сені менен мені бірдей жаратып па демек. Құдай тағалаға жала жауып өзін құтқармақ болғандығы. Бұл ойсыз, өнерсіз, надан адамның ісі. Оған Құдай тағала көрме, естпе, естіген көргеніңді ескерме, есіңе сақтама деп пе? Ойын күлкімен ішпек жемек ұйықтамақпен, мақтанмен әуре бол да, ішіңдегі қазынаңды жоғалтып алып хайван бол деген жоқ. Кейбіреулер айтады, ақыл жебелей болмаса да талап жебелей. Талап берген адам ақылды тапты, талабы жоқ кісі таба алмады дейді. О да бекер. Талап балада да бар, оған талас қылуға болмайды. Бағана айттық қой, жан қуаты басында кішкене болады. Ескермесе жоғалып та кетеді. Ескерсе күтіп айналдырса зораят деп. Жан қуатымен адам хасил қылған өнерлерді күнде тексерсең, күнде азат. Көп заман тексермесең, тауып алған өнеріңнің жоғалғандығын және өзіңнің ол мезгілдегіден бір басқадан болып кеткеніңді білмей қаласың. Қай жоғалған өнер ал, мен жоғалдым деп хабар беріп жоғалады. Енді қусаң, бағанағы әуелгі табуыңнан қиынырақ тиеді. Жан қуаты дейтұғын қуат бек көп нәрсе. Бәрі мұнда жазарға уақыт сыйғызбайды. Бірақ әрбір өнердің тыстан тауып алып ішке салғанын, соның тамырын берік ұстап тұруға жарайды. Көп заман ескермеген адамнан ол бағанағы өнердің өзінің ең қызықты, қымбатты жерлері жоғала бастайды. Онан соң көп заман өтсе, сол өнерді сақтайтын қуаттың өзде жоғалады. Онан соң қайта кәсіп қылуға болмайды. Бұл қуаттың ішінде 3 артық қуат бар. Зинқар соны жоғалтып алу жарамас. Ол жоғалса адам оғылы хайван болды, адамшылықтан шықты. Біреуі орысша подвижной элемент деп аталады. Ол не нәрсе? Не көрдің? Не естің? Әрнешік білдің, соны тездік пенен ұғып, ұққандық пенен тұрмай, арты қайдан шығады? Алды қайда барады? Сол екі жағына да ақылды жіберіп қарамаққа тез қозғап жібереді. Егер бұл болмаса, көп білуге, көп оқу оңды пайда да бермейді. Керекті уақытында ойламай, керекті уақытында қылмай, керекті уақытында айтпай, дәйім уақытынан кеш қалып, әттеген ай, үйтуің керек еді.
бүйтуім керек еді деп өмір бойы ғафил болып ақ отырғаның. Біреуін орысша сила притягательная однородного дейді. Ол бір нәрсені естіп, көріп білдің. Хош келді. Қазір соған ұқсағандар тексересің. Түгел ұқсаған ба? Яки бір ғана жерден ұқсағандығы бар ма? Әрнешік сол іске бір келіскен жері бар нәрселердің бәрін ойлап, білгенін тексеріп, білмегенін сұрап, оқып, бөтеннен хабарланып білмей тыншытпайды. Үшіншісі орысша впечатлительность сердца дейді. Яғни жүректі мақтаншақтық, пайда күнемдік, жеңілдік, салғырттық, бұл төрт нәрсе бірләңкірлетпей таза сақтаса, сонда сырттан ішке барған әр нәрсенің суреті жүректің айнасына анық рәушан болып түседі. Ондай нәрсе тұла бойыңа жайылады, тез ұмыттырмайды. Егерде бағанағы төрт нәрсемен жүректі кірлетіп алсаң, жүректің айнасы бұзылады, я қисық, я күңгірт көрсетеді. Енді ондай нәрседен оңды ұғым болмайды. Әрнешік тән қуатыменен сырттан тауып, сыртта сақтайсыз. Оның аты дәулет еді. Оныңда неше түрлі кеселі, кесапаты бар нәрселерін білмесең, сақтай алмаушы едің ғой. Соған ұқсаған іштегі жан қуатыменен жиған нәрсенің аты ақыл, ғылым еді ғой. Оныңда неше түрлі кеселі, кесапаты тиер нәрселері бар. Оны білмесең, бақпасаң айырыласың. Және әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар, өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керексіз. Ойланбақ жақсы, іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай, қиялы болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық, бұл нәрселердің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса боғы шығады. Ненің қызығын көп іздесең, соның күйігін бір тартасың деген бұрынғы ғалымдар. Бәз махфи олмая ол, мен айтқан үш қуаттың ішінде екеуі, яғни сила притягательная однородного, бірлән подвижной элемент, бұл екеуі қосылып тұра тұрған нәрсе, күллі пайда да бұлардан шығады. Уа күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтаншақтық, ашуланшақтық, өтірікшілік, осыған ұқсаған әрбір маскүнемдікке тартып, құмар қылып, ақылдан шығарып жіберетұғын нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейлеткенде жақсы нәрселер түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғары айтылмыш секілді адамшылықтан шығарып, құмарпаздыққа салып жіберетұғын нәрседен бойды ерте тиіп алуға керек. Пайда, залалды айратығын қуаттың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл қуаты бірлә мұны тоқтатып болмайды. Хәм ақыл, хәм қайрат, екі мықты қуат тоқтатады. Ол екеуі кімде бар болса, бағанағы екі қуат мұнан салсаң, онан шығатын бір жорға атпенен тең. Егерде бұл екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанаға екі қуаттар бір басы қатты асауат, жүгенсіз тауға ұрама, тасқа ұрама, суға ұрама, жарғы ұрама. Құдай білсін, әйтеуір жолда көрген есті, ақылы дұрыс адамдар әлі де сұрамайда қалады. Сенде ерік жоқ, екетек жайылып, екі көзің аспанда масқара болып кеткенің өлгін.